Сен қазақ тілін не үшін үйрендің? Мұндай сұрақты маған қоя бермеңіздерші, өтініш. Мен қазақстандық болғаннан кейін қазақ тілін үйрендім. Болды, осымен нүкте қояйық. Жарай ма? Мен міндеттімін өлуге. Иә, бұрында үйрене басталған кезде қазақ тілін мен ондай оймен үйренген жоқпын. Мен жай өздерің сияқты бауырлармен, достарыммен әңгімелесу үшін, бір-бірімізді түсіну үшін үйренген адаммын. Бірақ қазір өсе келе мен соны түсіндім, міндетті екенімді. Себебін айтайын тағы да. Осы бір мысалын келтірейін. Басқа елге жай демалуға барған кезде сен қазақ тілінде сол елде сөйлейсің ба? Немесе орыс тілінде сол елде сөйлейсің ба? Жоқ. Сен сол елдің тілін білуің керексің. Енді біздің Қазақстанымызды алайық. Осы елге келдің ба? Осы елдің тілін білуің керексің деген ойым. Ешкімге ешқандай қарсылығым жоқ. Енді өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің өмірлеріңіз. Бірақ дегенменен мемлекетіміздің, Қазақстанымыздың тілін біз біріншіден сыйлауымыз керек, қастерлеуіміз керек, биікте ұстауымыз керек. Сондықтан, достар, аман болайық. Еліміз тыныш болсын. Ал тыныш болу үшін бір-бірімізді сыйлайық.